Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Жаңа дәуір 2012 жылы кірді дейміз. Бірақ оны тылсымнан қарап зерттегенде заманның ақыры санада болған. Бүкіл адамзат 2000 жылы ақыр заман болады. Нострадамус солай деп жазған деп айтатынбыз. 2000 жылдары неге ақыр заман деп айтты? Біз адамзат топан су болып жер төңкеріледі деп ойладық. Алайда 2000 жылы матрицада үлкен сбой болды. Ескі дәуір аяқталар кезде шамамен 12-15 жыл бұрын ғалам белгі берді. Байқап қарасаңыздар, әлем 2000 жылдан бастап тез дами бастады. Біздің елімізде де солай тоқыраудан шығып, елге түрлі жаңа дүниелер келе бастады. Себебі сбой матрица болып, адамдарды жаңа дәуірге дайындау басталды. Адамдар тыпырлап ақиқатты іздеуге көшті. Ең үлкен саналық жарылыс 2012 жылы ғаламда болды. Себебі матрицада перезапуск іске қосылды. Адамдардың барлығының санасындағы код, клеткадағы код басынан қайта жазыла бастады. Сол кезден бастап ғаламның өзінде өзгеріс басталды. Әрине, ол жерге де әсер етті. Жаңадан перезапуск болған кезде сананың бәрі ыдырайды. Адамдардың көкірегі ашылады. Ештеңе қызық болмай, саналы ойлау келіп, әр әрекетін түсініп бастайды да мұңая бастайды. Неге мұңаяды? Бұрын робот сияқты өмір сүрген адам өз өмірінің мәнін түсіне бастағанда адамдарға басқаша қарай бастайды. Енді біреуді жамандай алмайсың. Себебі ескі матрица заңына сай, жамандап қойсаң, артынан өзің ұялып, өзіңді өзің іштей жей бастайсың. Нем бар, менің біреуде деп, әр әрекет, әр сөз өзіңнің жүрегіңе қайта айналып келеді. Сол себепті адам оңашалануға бейімделеді. Ескі дәуірдің соңғы 12 жылының жеңіл, рахат болуы сол дәуірдің заңдылығы. Ал жаңа дәуірдің алғашқы 12-13 жылдары, яғни 2012 мен 25 жылдар қиын болуы ғалам мен жаңа сана заңдылығы. Себебі біз бұрын саналы өмір сүріп көрмегенбіз. Енді ғана саналы өмір дегеннің не екенін түсініп жатырмыз. Қазір ғаламда соңғы бір айда біздерді шашып қайта жинап жатыр. Энергияның орасан зор соншалық бас көтертпей тұр. Өйткені адамзат санасы матрицадан биыл ғана шықты. Сана мен тән қалай реакция білдіруді білмейді, енді ғана үйреніп жатыр. Қазір барлық адамның физикалық денесін ғалам перезапускқа жіберіп жатыр. Яғни біз перезагрузкадан өтіп жатырмыз. Қысымның күші сонша сана еркіндігінің не екенін де ұмытып қалғандаймыз. Перезапускке жіберілген кезде адам тәні тынышталып, өмір мәнсіз көрінуі мүмкін. Адам қайтадан оңашаланады, себебі ДНК-да жаңа код жазылуда. Ал оны көтеру адамға оңай емес. Сондықтан көпшілігімізде қайтадан бостық сезімі пайда болып жатыр. Компьютердің ескі программасын удалить еткен кезде память пустой болып қалады ғой. Қазір біз дәл сондай кездеміз. Ішіміз де санамыз да тазарып тұр. Жыл соңына дейін жаңа программа қайта жазылады. Перезагрузкадан шығамыз. Сонда біз қайта толыққанды боламыз, яғни қайта тірілеміз. Сананың перезапуск кезеңі, егер сіз соңғы уақытта оңашаланып, бұрынғы істеріңізді қайта жасап, баяғы күйбең тіршілік пен ұсақ мәселелердің соңында жүгіріп, шаршап жүрген болсаңыз, біліңіз, сіздің санаңызда перезапуск жүріп жатыр. Бұл процесс қазан айының соңы мен қарашаның басына дейін жалғасады. Содан кейін сіз қайта қанат жайып шығасыз. Қазір сана мен жүрек аздап солғын тартқандай көрінуі мүмкін, бірақ бәрі өз орнына келеді. Жаңа энергиямен толысып, сіздің ішкі күйіңіз қайта оянады. Ғалам адамды толыққанды түрде дамиды деп айтады. Толыққанды көз алдыңызға елестетіңізші. Алып мұхиттың толқыны бірде жоғары соғып көтеріледі, бірде тып-тыныш күйге енеді. Сол сияқты адам санасы да толқын секілді, бірде көтеріледі, бірде түседі. Солайша дамиды.
Рухтарыңыз былай дейді: жанталасып жүгіре бермеңіздер, мерзімінен бұрын ғаламда не болып жатқанын түсініп әрекет етіңіздер. Байлаулы жүрек көзімен жүгіріп жарысуды қойыңыздар, асықпаңыздар, өзгерісті жүрек көзімен көріңіздер. Сонда сана мен жүрек жоғары әлемнің кереметін көре алады, дейді рухтар. Себебі біздер қазір ғаламмен синхронды қимылдап отырмыз. Ол жақтағы кез келген өзгеріс адамның ішкі күйіне әсер етеді. Себебі біздер қазір ғаламмен синхронды қимылдап отырмыз. Сондықтан жанталасып, маған не болды деп қорықпаңыздар. Бұл ұлы өзгеріс алдындағы санадағы перезапуск, жаңаға айналу кезеңі. 2026 жылы ғаламнан шебер ұстаздар келмек. Бұл рухтарда карма деген мүлдем болмайды. Олар келіп жаңартады, жасайды және жер планетасына жаңа өмірдің тынысын береді. Қазір бүкіл ғалам дәл осы рухтарға дайындалып жатыр. Олар жаратушы энергиясының тікелей өкілдері, жарық пен сананың жаңа деңгейін әкелетін жандар. Осы жылдың соңында және 2026 жылы туылатын рухтар өте жасампаз, күшті, мықты рухтар болады. Олар жаңа дәуірдің негізін құрып, біздерді тәрбиелейді, бағыттайды, оятады. Қайта түлеу кезеңі. Қазір қайта түлеп жатырмыз. Ішіміз өртеніп, жанымыз қайта тіріліп, эмоциялар сан соққа жүгіріп, сай-сүйегіміз қақсап, әлсіздік билеп, тек жата бергін келетін сәттерде көп. Бірақ бұл трансформация. Біз дәл қазір сол процестен өтіп жатырмыз. Бұл күй бізді әлсірету үшін емес, қайта мықты қылу үшін, жаңарту үшін. Бұл күй бізді әлсірету үшін емес, қайта мықты қылу үшін, жаңарту үшін. Егер осының мәнін түсінсек, бұл от іштен де сырттан да бізді жаңаша жарататын қасиетті от екенін ұғамыз. Машинаның құрылымын қаншалықты жақсы түсінсеңіз, өзгелердің бақылауына соншалықты аз тәуелді боласыз. Матрица бұл машина, жүйе. Жүйені түсіну еркіндікке әкеледі. Ал матрицадан шыққан кезде ғана шынайы еркіндікке қол жеткізесіз. Сондықтан сана тұрғысынан еркін болу өте маңызды.